Кең байтақ қазақтың даласында, туып өстім Жамбылатты қаласында. Сүремін мен қазір Алматы деген көрікті шаһарында. Жүрмін мен қазір Нарынқолдың аясында. Ақындардың өлкесінде жүргеннен кейін ақын болып кетеді екенсің. Керемет. Осындай көрікті жерлерімізді сақтап қалған ата-бабамыздың әруағына біз неліктен риза болмаймыз? Осыны бізге қалдырып кеткен ата-бабамызға біз рахмет айтып, кейінгі ұрпақтарға осыны біз қалай